Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala al-habibil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barcha madaq maqtov alimlarning Rabbisi, meyrimda, rahimda bizde жоқтан бар etken Muhammad sallallahu alayhi wa sallamning ummetinden etken Allah Tağalaga bolsun, adamzattың sүйіктісі, пайғамбарлардың падишасы, ақырғы заманның пайғамбары Muhammedке, оның отбасына, оның сахабаларына, o kişiге игілікті елескен барша момын мұсылмандарға Алла Тағаланың есендігі, амандығы, берекеті болсын. Алланың сіздерге және біздерге сәлемі болсын. Тақырыбымыз со, бір-бірімізді жек көру, со баяғы. Бір-бірімізді күндеу. Біз қазақ өзімізді өзіміз құртқан халықпыз ғой. Сырттан келіп біреу бізді құртқан жоқ. Бәріміз бір-біріміздің артымызды шұқ құртқан адамдармыз. Біздің қазақтың зиялыларын да ашылып отыр ғой қазір бәрі. Бүкіл нәрсенің сыры дейді. Алла қалаған күні ашылады дейді, Алла Құранда айтады. Көрдіңіздер ме? Еш нәрсе жасырын болып қалып қоймайды. Міне сол өзіміздің зиялыларды, қазақ ағаларымызды өлтірген адамдардың барлығы, сатқан адамдардың барлығы қазір тарих ашып беріп жатыр. Сол міне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір құбылаға жүздеріңді бұрған екенсіңдер, Раббымды Алла деген екенсіңдер, пайғамбарымды Мұхаммед деген екенсіңдер, енді ла табағаду дейді. Бір-бірлеріңе өйтіп жек көріштік жасамаңдар дейді. Бір-бірлеріңе жек көріп, күндеп, бір-бірінің артынан әңгіме айтып, болмайтын бір нәрселерді қазбалап, оны бір жерде хит қылып, ондай жасамаңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Уәлә тахасаду дейді, бір-бірлеріңді күндеп, көре алмаушылық қылмаңдар дейді. Көрдіңіздер ме? Уәлә тахасаду. Бір-бірлерін көре алмаушылық жасап, анау менен озып бара жатыр, мынау менен кетіп бара жатыр, мен қайда қалып бара жатырмын. Өзі көре алмаушылық, жарысу деген нәрсе рұқсат етілген шариғатта, бірақ екі-ақ жағдайда ғана. Қызғаншақтық деген нәрсе бар ғой. Екі-ақ жерде ғана рұқсат етілген, қалған еш жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған рұқсат етпеген. Білесіздер, біріншісі кім дейді? Алла кімге дүние берсе дейді, қараңыздар. Алла кімге мал берсе, соны күндіз де, түнде де Раббысының жолына жұмсай алса, міне сол кісіге ғана қызығыңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кісіге қызғану, айят деген ай, сол сияқты бола алмай кетеміз ба деп, Омар ибн Ал-Хаттаб Абу Бәкірге қызыққан сияқты, қызғанған сияқты істесеңдер болады дейді. Радиаллаху анхум аджмаин. Мынау ол қалай десе, күндіз сұрап келген адамға ол күндіз Алла үшін бере алады дейді. Түнде сұрап келген адамға да не деп айтады? Қойшы, ұйықтап жатыр мене, түннің ішінде хабарласып адам жоқ. Түннің ішінде де ол Алла үшін не істейді? Бере алады дейді. Каспийін ашып береді, тарсыма қиналып жатсың ба деп, Алла разылығы үшін бере алады дейді. Күндіз де, түнде де Алла мал берген кісі Алла жолында жұмсаса, сол кісіге қызық дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Және кімге Алла ілім берсе дейді, соны күндіз де, түнде де шәкірт шығарып, тәрбиелеп адамзатты туралыққа бастап жатса, сол кісіге қызық дейді. Міне екі адамға ғана қызғаншақтықпен, қызығушылықпен қарауға ғана рұқсат шариғатта, қалғанына рұқсат жоқ. Міне сондықтан жаңағы уәлә тахасаду деп жатыр, бір-бірлеріңе көре алмаушылықпен, қызғаншақтықпен қарамаңдар дейді. Жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алланың берген нығметін сол нәрсесіне дұшпандық қылатын адамдар бар дейді, сахабаларға айтады. Сонда сахабалар айтады, Алла беріп тұрса дейді нығметті, оған қалай дұшпандық қылады десе, ол Алланың берген нығметін көре алмайды дейді ана адамдағы. Көрдіңіз ба? Сөйтіп оған күншілдікпен әрекет жасайды дейді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман екенсіңдер, ондай нәрсеге бармаңдар дейді. Және бір-бірлерінің араларында не істемеңдер дейді, кикілжіңге бармаңдар, куну ибадаллахи ихуана. Бір бауыр болыңдар, Құдайдың бір құлы болыңдар дейді. Көрдіңіздер ме? Әр қайсымыз әр нәрсенің жетегінде кеттік, әлемде жем болып жатыр мұсылмандар. Көрдіңіздер ме? Жем болып жатыр қой, білеміз ғой бар. Жер бетінде ең көбі кім? Мұсылмандар. Ең жем болып жатқаны кім? Мұсылмандар. Неге? Өйткені бізді пырқа-пырқа, топ-топ қылып бөліп тастады, жүрміз осыларға бір-бірімізбен әлек болып, іліммен айналысудың орнында бір-біріміздің қатемізді, күнәмізді іздеп кетіп, түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмайтындар бар соның ішінде. Көрдіңіздер ме? Жаңа бір ауылдағы бір атаның айтқандай, көршіні жаман ұйықтай алмаймын дейді, түнімен сәкеде жатып алып ше. Анан көре алмаймын дейді, ана қалай не істесем болады дейді, таңға дейін ұйықтай алмаймын дейді. Не істеп жүрсің енді өз-өзіңді өлтіріп. Оның саған ешқандай жазығы жоқ, өзімен өзі көтеріліп жатқан адам. Жүректің ауруы ғой бұның бәрі. Айналып келген кезде бұл жүректің аурулары. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл аурулардың бәрінен бізді сақтады негізінде. Айтты, адамның жүрегінде бір бөлек ет, денесінде бір бөлек ет болады деді. Сол етті дұрыстап абайлап жүріңдер деді. Көрдіңіздер ме? Етке сақ болыңдар. Ол ет бұзылып кетсе, бүкіл денең сол еттің артынан ілесіп кетеді деді. Жүрек бұзылып кетті бар ғой, жүрекке бүкіл дене бағынады.
соның әрекетін жасай береді анау. Қазбалай береді бір нәрселерді. Ал қазбалау ше, жүрекпен, со ауруымен дүниеден өтіп кетсең ше ертең. Көре алмай, біреудің артын іздеп, бір мұсылман бауырыңды жек көріп, сонымен араласпастан, амандаспастан өтіп кетсең не болады? Жағдай қиын болады дейді Алла Тағала айтады. Яума ла янфау малу вала банун дейді. Ол күні ешқандай бала шаға, мал дүниелер пайда бермейді дейді. Қараңызшы. Ешқандай нәрсе пайда бермейді. Алланың алдына барған кезде бар ғой, еш нәрсе пайда бермейді. Илля тек қана мән аталлаха би қалбин салим, кім сау жүрекпен келетін болса, сол жүрек қана пайда береді дейді Алланың алдында. Ана қараңыздар. Кімнің жүрегі Алла жаратқан кезде қандай пәгеді, дәл солай кететін болса бар ғой, сол жүрек пайда береді дейді. Ана қараңыздар. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Таң атқан кезде, күн батқан кезде жүрегіңді тексеріп қой деді. Анас ибн Малик деген сахабаға айтты. Ей Анас деді. Ей ғулам, ей балақай, ей Анас. Ин истата'a ан тусбиха ва тумсия. Ей шамаң жетсе, таң атқан кезде, күн батқан кезде. Фалейса фи қалбика ғишшун лил ахади минал муслимин фаф'ал. Ей мұсылман бауырларыңа бір жек көрушілік, көре алмаушылық, дұшпандығың болмасын дейді. Таң атқан кезде, күн батқан кезде жүрегіңді бір тексеріп қой дейді. Шамаң жетсе, жүрегіңді сол дерттерден тазалап жат дейді ана. Қандай керемет өсиет. Енді не оның сыйы, Алланың елшісі десе, «Хада мин сүннати» дейді. Бұл менің ең ұлы сүннетімнен дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. «Фаман ахя сүннати фақад ахаббани» дейді. Кім менің сүннетімді тірілтсе, ана сүннетті тірілтіп понедельник, четверг ораза ұстап жатыр барлығы. Кім менің сүннетімді тірілтсе, фақад ахаббани, ол мені жақсы көргендігінің белгісі болады дейді. Ал керек болатын болса. Фаман ахаббани фаякуну маи фил жанна. Ал кім мені жақсы көретін болса, менің жанымда жәннатта бірге отырады дейді. Не керек енді ал? Қиын ба жүректі тазалау? Қиын емес. Өте оңай амалдардың біреуі, Алла кімге бірақ сәттілік берсе сол нәрседе. Жүрегіңді толтырып қойса дертке, бұл ауру сізді ертең қиямет күні ұлы алапатқа алып баратын ауру болады. Жүректі дүниеде тазалап, ертең не қылам деген болмайды, бүгін тазалау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн сайын таңертең деп жатыр. Таңертең, кешке. Ең жүрегі таза адам өйткені сол кісі болған жер бетінде. Пайғамбардың жүрегінен таза артық жүрек. Қаншама мүшриктер 13 жыл бойы пайғамбарымызға азар берген кезін біреуін не істеді ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, барлығын не деді? Меккені ашатын күн бәрін кешіріңдер деді ғой. Бүгін мен Юсуф пайғамбар қауымына не айтты бауырларына? Мен соны айтам, барлығын кешірілдіңдер деді. Өйткені барлығы жүгіріп шықты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдынан. Алланың елшісі, біз саған 21 жыл бойы зарар бердік деді. 21 жыл бойы. Енді біздің жазамыз не болады деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не болады деп ойлайсыңдар деп өздерінен сұрайды. Сен туыстық қарым-қатынасты сақтаған ең рақымдысың ғой біздің арамыздағы деп еді. Онда мен бүгін рақымшылық жасайын барлықтарыңызға деп. Көрдіңіз ба? Міне пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барлығына рақымшылық жасап кешіріп жіберді меккеліктердің барлығын. Оған зиян істегендердің барлығы. Олардың ішінде кімдер бар? Таифтықтар да бар. Айша анамыз пайғамбарымыздан сұрайды. Меккедегі ең ауыр күнің қайсысы деген кезде Таиф күні деп көзіне жас алып қалатын болған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Әйелі қайтыс болды, көкесі қайтыс болды, қауымынан таяқ жеп, ана жақтағылар, Таифтағылар көмектесетін шығар деп Таифқа барып еді. Таифтағылар әдемі күтіп алды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Не деді? Құдай жетісіпті деді ғой. Сені пайғамбар қылып таңдаған болса, Мұхаммед, Құдай қатырмапты онда деді. Сенен де әжептәуір кісілер бар ғой мына жақта деді. Урва ибн Масғуд бар, ана Меккеде Халидтің әкесі бар, Валид ибн Валид. Солар саған қарағанда более-менее нормальный ғой, сен қаяқтан пайғамбар бола қалдың деді. Құдай қатырмапты деді. Екіншісі айтады дейді, сені Құдай пайғамбар қылып таңдаған болса, Қағбаның жыртысын жырт тастапты онда деді. Үшінші айтады дейді, Мұхаммед, мен саған сенейін не, сенбейін не, екі қой бір теңге дейді маған. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, онда қауымдарыңа рұқсат етсеңдер, мен кіріп уағыз айтып шығайын деді. 10 күн бойы Таифтың ішіндегі бүкіл үйдің барлығын аралап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға шақырған кезінде бірде-бір үй қалмаған, бірде-бір үй қабылдамаған. Соңында ана жендеттерді жалдап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям таспен атқылады. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде жарылмаған жер қалмады. 4 километр, 4 шақырым бойы таспен атқылаған пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды. 4 шақырым бойы. Ойлаңыз, кішкентай 10 метр, 20 метр атып атып жіберсе жақсы ғой. 4 шақырым бойы ізінен қуып отырып, қасындағы Зайд ибн Хариса екеуін анау Утба мен Шайбаның бағына кіргенге дейін қуып барған.
Баққа кіріп, қан жоса үсті басының бар, ана Отба мен Шайба мүшриктер бұл Меккенің. Аяп кетеді ана пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Кезінде бірге жүрген жолдастары ғой пайғамбарлыққа дейін. Сонда айтты, Аддас, анаған бір жүзім апарып берші, қасқа түрі аянышты болып кетті ғой дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кірген бойда дұға қылып жатты. Ей Раббым деді, жүзім баққа кірген кезде. Раббым, мен сенің берген аманатыңды өтей алмай жатқан болсам, мен жазғыра көрме деді. Мен қолымнан келгеннің барлығын жасап жатырмын деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жылайды, жүзім бақта білесіздер ғой барлығыңыз қиссаны. Иә. Сонда жаңағы жүзімді апарып Аддас берген кезде бисмилля деп жеп, "Ой, сен бисмилля қандай бұл сөз? Бұл жердің қауымы айтпайды ғой бұны." Сонда өзің қаяқтансың дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы қызметшіге, Аддас деген. Мен Ниневаданмын дейді, Ниневадан. Анау Каспий теңізінің оңтүстігінде, Ирак жақта. Менің бауырым Юнус ибн Мәттанның ауылынан екенсің ғой, Юнус пайғамбар. Жүніс дейміз ғой қазақша. Жүніс пайғамбардың ауылынан екенсің ғой сен дейді. Сонда сен Юнусты қаяқтан танисың дейді да. Ол да кезінде пайғамбар болған, мен де қазір пайғамбар болып жіберілдім дейді. Жүніс пайғамбарды білесіздер ғой, кит балық жұтып кететін теңіздің астына қарай. Сонда ана Аддас пайғамбар салсам қан болған бәшайынан бастап маңдайына дейін сүйіп шықты дейді ғой. Анау Отба мен Шайба бар ғой, мүшрик ненің жүзім бақтың иелері. Бергел Аддас деп айтады. Бергел, не істеп жатсың сен? Анау жүгіріп келеді, не болды қожайын? Мұхаммед не сені 10 секундтың ішінде улап тастады ма дейді да сөздермен. Олай деп айтпа дейді. Мына жердің бетін басып жүрген ең абзал жан мынау дейді, Алланың елшісі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ой, сен де бітіпсің ғой дейді жаңағы. Сонда Аддас сол жерде исламды қабылдап жіберген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанында 3 минутқа жетер-жетпес уақытта исламды қабылдап тастаған екен. Міне сол жерден шығып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Қорнул Маназил деген жерге жеткен кезде Жабраил алейхиссалам менен тау періштесі келді. Жабраил алейхиссалам жанында тау періштесі бар, не деді? Ей Мұхаммед, Алланың елшісі, Алла сенің жүзім бақтағы дұғаңды естті, жауап ретінде таудың періштесін жіберді дейді. Ассаламу алейка я Расулалла. Ей Алланың елшісі, саған сәлем болсын. Мурни, маған бұйырш болды дейді. Тауларды аламда Таифтың үстіне қоя салам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ақшабайын дейді ғой, екі тау. Екі тауды аламында не істеймін дейді, Таифтың үстіне қоя салам дейді. Тау періштесі деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтты дейді? Екі таудың үстіне тағы бір тауды қосып, Таифтың үстіне не деп айтты дейді? Қоя сал деп айтпадыңыздар ғой ешқайсыңыз. Ана бір қажиген құсап. Екі тауды тағы да қосып үстіне үлкен ұлы тауды қойып, не істеді десем, қоя сал деп айтты дейді жаңағы. Таифта отыр едік қой, бір қажиген айтады. Мен айтам, қажеке, сіз ниетіңізді көрсетіп қойдыңыз, машалла. Ол сіз менен менің жүрегім деп жатырмын да. Жының келген кезде ана істеп тастағың келеді да сол жерде бәрін. Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ондай емес. Не деді? Бара бер деді сен. Тау періштесіне айтты, бара бер деді. Бұл жерден ертең Аллаға иман келтіретін адамдар шығады деді. Ане, көрдіңіздер ме? Көркем мінезбенен жүректің тазалығының нышаны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болған. Көрдіңіздер ме? Жаңағы өзі сұрайды, сахабалар сұрайды ғой, Алланың елшісі көркем мінез деп айта бер. Не ол көркем мінез деген кезде айтпай ма? Көркем мінез деген деді, бармағанға баруың деді. Үзгенді жалғап тастауың деді. Үзіп тастаймыз ғой кейде. Вообще араласпаймын бұдан кейін онымен дейді. Болмайды ол. Бұл көрмегенім өмір бақи сен болсын дейді. Көр сен оны барып иншалла. Кімде кім үзсе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла одан рахымын үзіп тастайды дейді. Досыңнан, бауырыңнан, ағайыныңнан, көршіңнен барды келдені үздің бе, Алланың рахымы сізден үзіліп қалады, құрметті жамағат. Міне көркем мінез деген осы, үзгенге жалғауың деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бермегенге беруің деді. Ал керек бар. Ең қиын осы. Ол берген жоқ ол. Неге мен берем? Бересің, өйткені пайғамбар берген солай. Мұсылмансың ба? Жүрегіңді тазалап жүрген пайғамбардың сүннетімен, пайғамбардың сүннетімен жүресің ба? Онда бересің сен. Көрдіңіз ба? Және не деді? Зұлымдық жасағанды кешіруің деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Міне 3 сипат көркем мінездіктің шыңын көрсетеді. Кімде мына 3 сипат болса, ол иншалла пайғамбардың жанында, жәннатта дастарханда отырып, қасында Омар бар, Абу Бәкір бар, ана пайғамбарлар бар. Барлығына Алланың рахым болсын, разылығы болсын. Зұлымдық жасағандарды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 километр бой ұрғандарды не істеді? Кешіріп жіберді ғой пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, дұрыс па? Міне солай кешіріп жібереді деді. Сондықтан зұлымдық жасағанды кешіру бұл мұсылманның ең ұлы сипаты. Кешіре алмай болмайды, кешіре алмаймын мен деп. Кешіре алмаймын дедіңіз ба? Жүрегіңізде бірдеңе бар әлі. Әлі тәкаппарлықтың бір несі бар? Ұшқындары бар әлі сіздің жүректе. Соны тазалап тастау керек. Бүгін тазалау керек, ертеңге қалдырмау керек. Көрдіңіз ба? Өйткені ертең деген нәрсе болмайды. Ертеңде сіз, ертең бола береді, бірақ сіз болмай қалуыңыз мүмкін, дұрыс па? Сондықтан ғалымдар не дейді?
Мутфариған дейді, бос өліп кет дейді, ішіңде ештеңе қалып кетпесін дейді. Бос өл дейді, ішіңдегі өкпе, наз, ренішіңнің барлығын тастап кет дейді, мына жаққа алып кетпе өзің. Бір келіп ғалымның сұрақ қойған сияқты, жердегі ең бай жер қай жақта десе айтады дейді. Анау Парсы шығанағында деп айтады екен. Дубай, Кувейт, Катар, ол жерлерден мұнай шығады деп айтады екен да. Сондықтан бұлар әлемдегі бай точка деп айтады. Жоқ дейді ғалым. Тағы қай жер бай? Африка деп айтады дейді. Алмаз шығады дейді ояқтан. Алмаз ең құнды асыл тас. Жоқ дейді, таппадың дейді. Европа дейді, Европа, анау немен, саяхатпен, экономикамен алып кетті. Жоқ дейді. Болды ма, тойдыңдар ма дейді ғой, тойдық дейді. Жер бетіндегі ең бай жер қабірстан деп айтқан екен. Неге десе, өйткені ертең осындай нәрселерді жасаймын деген адамдар ол жерде жатыр дейді. Не бір идеялардың, не бір ойлар, не бір керемет іске жоспарлар, осы ертең бүйтем, мен ертең сөйтем деген адамдарға толып жатыр, өздерімен бірге кетіп қалды, және олар өздерімен бірге жүкті де арқалап кетті деп айтады дейді. Қандай? Ішінде бүкіл нәрсені түйіп алып кетті дейді өзімен бірге. Көрдіңіз ба? Енді оларды біз қалай сау жүрек деп айтамыз дейді. Сондықтан жүректі бүгін кешке тазалаңыздар иншалла. Тазаланбай қатып қалып жатса, пайғамбарға салауат айтыңыздар иншалла. Ол да жүректі тазалайтын бір амалдардың біреуі. Понедельник, четверг ораза ұстаңыздар. Болмаса Қағбаға барып жатсаңыздар, Мультазам деген жер бар, сол жерге жабысып тұрып жылаңыздар. Меккеге барсаңыздар, сіздерге оңай лайфхактар айтып қойып жатырмын, жүректі жұмсартатын. Болмаса жетімдер үйіне барып, жетімдердің басын сипап тұрыңыздар. Міне сол қатқан жүректегі тәкаппарлықтың барлығын сындыратын амалдар осылар. Көрдіңіздер ме? Міне пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жүрегі сондай. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтпақшы, ана бір Құран жазып отырып пайғамбарымыздың жанында, білесіздер ғой, Құран жазып отқан Абдулла ибн Аби Сарх деген сахаба болған. Келіп исламды қабылдап пайғамбарымыздың жанында мына Құран жазып отқан ол кісі. Аят жазып отқан, уахи жазатын сахаба болған. Сол Құдайдың құдіреті Мүъминун сүресінің аяттары түсіп жатқан кезде жаңағы адамның болмысы, жаратылыстары туралы аяттарды айтып жатады Алла Тағала. Оларға жүрек берді, көз берді, осылай көркем бейнеде сөйтіп айтып жатқан кезде мына сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның аятының ортасын сөзбен бөліп жіберді. Көрдіңіз бе, әдепсіздік. Сөзбен бөліп жіберді де фатабаракаллаху ахсанул халиқин деп айтып жіберді дейді сахаба. Мына жаратушылардың ішіндегі ең ұлысы болған Алла Тағала өте үстем берекелі деп айтты дейді. Сөйтсе пайғамбар саллаллаху алейхи айтады дейді, шынымен де аяттың жалғасы солай еді деп айтады. Оқ дейді ол. Мәссаған, мынау менің сөзім жаздырып отыр ғой дейді. Меккедегілердің айтып жүрген рас болды ғонда дейді. Мәссаған жайлап, ана жерде не қылады, ручка қояды да жайлап атқа мінеді де Меккеге қарай ұшады ғой жаңағы сахаба. Болды, сол жерде не істеп кетеді? Діннен шығып кетеді. Пайғамбардың жанында отырып діннен шығып кетеді. Имам Қуртуби өзінің тәпсірінде осы оқиғаны алып келеді. Жаңа аяттың тәпсірінде. Сонда Меккеге жетті де деп айтады дейді ғой, сендер дұрыс айтып келіпсіңдер ғой қаншама жыл дейді. Анау деген адамның әңгімесін жазып жүрген ғой дейді Мұхаммед. Мен деген табаракаллаху ахсанул халиқин деп айтсам, соны жазып тұр ғой анау дейді Мұхаммед. Менің сөзім жазып тұр ғой дейді. Меккенің бәріне шертеді ғой анау. Өздері деген қалай жау боларын білмей жатқандар пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осындай артынан үлкен ауыр әңгімелер айтады. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жеткен кезде ертең біз Меккеге барғанда дейді, мына 3 адамды Қағбаның жабуының астынан тауып алсаңдар да ешқандай кешірмеңдер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ма? Сөйтіп Меккеге барады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, мына Меккенің ашылуы деген оқиға бар тарихта. Мына оқиғадан 2 жылдан кейін болған. Білеміз ба Меккенің ашылуы деген? Я деп айтып қоя берсеңіздерші, білет деп ойлап жатырмын иншалла. Я дей беріңіздер. Өзім айтып берем бәрібір. Меккенің ашылуы деген оқиға бар тарихта болған. Пайғамбарымыздың пайғамбарлығы 23 жыл созылған болса, 21-ші жылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинадан Меккеге қайтадан жеңіспен келеді. Фатх деген сүре түседі Құранда. Дұрыс па? Сол мінекей Меккені ашуға келе жатқан кезде осы сөзді айтқан. Меккені Қағбаның жабуының астынан 3 адамды тауып алсаңдар, аямай осының шаруасын бітіріңдер дейді. Ана екеуі ұстап қалады Меккеге барған кезде. Мынау ұсталмай қалады ғой, Абдулла ибн Аби Сарх деген сахаба. Бағана мұртат болып кеткен сахаба, діннен шығып кеткен. Сонымен сахабалар былай іздейді. Жоқ жаңағы, жоқ. Қаяқта жоқ. Ешкім таппайды ананы. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккедегі бүкіл шаруаларды бітіріп Қағбаның жанындағы анау пұттардың барлығын қиратып өртеп болғаннан кейін сол жерге таухидты, Алланың жалғыздығын орнатып жатқан кезде бірнеше күн өтіп кеткеннен кейін Осман ибн Аффан деген
пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның күйеу баласы ғой, Зуннурайн деген, екі нұрдың иесі. Сол кісі келіп тұр дейді, қасында жаңағы баяғы пайғамбар жанында аят жазып отырып шығып кеткен кісі бар дейді қасында. Сонда Осман, не болып отыр? Қанша күн бойы біз мынаны таба алмай жатырмыз ғой. Не дейді? Алланың елшісі, біз кешірім сұрауға келіп тұрмыз деп айтады дейді. Сөйтсе Осман радиаллаху анху үйіне тығып қойған екен Меккеде мынаны. Көрдіңіздер ме? Неге тығып қойған десек, екеуі бір шешеден емген сүт бауыр екен ше. Көрдіңіздер ме? Шариғатта сүт бауыр деген нәрсе бар, дұрыс па? Иә. Бір анадан емсе, олардың некесі харам болады, және олар бауыр болып есептеліп қалады, дұрыс па? Міне сол сүт бауырым еді дейді Алланың елшісі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көңіл күй түсіп кетеді кәдімгідей ше. Бұл қалай болды деген сияқты. Сөйтіп мына жаққа қарай, жайлап қарайды дейді. Қараса Осман мен Абдулла ибн Аби Сарх екеуі мына алдына келіп тұр дейді. Алланың елшісі кешірші деп айтады дейді. Былай қараса мына жаққа келіп тұр дейді екеуі. Алланың елшісі кешірші деп айтады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам біраз тұрып қалды да, кешірдік деп айтты дейді. Мұртатты кешірді. Яғни діннен шығып кеткен адамды бар ғой, кешірді. Діннен шығып кеткен не то что ана әңгімені айтсай сен, мен әңгімем жазып жүр сөздерімді. Кейін бұл өзінікінің дұрыс емес екенін түсінді бірақ. Көрдіңіз ба? Сөйтіп келіп қайтадан пайғамбардың алдында не істеді? Саллаллаху алейхи вассалам исламды қабылдады. Бірақ ішінде жаман қатты өкініш болды бұл кісінің. Екеуі Осман екеуі кетті радиаллаху анху. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына сахабалар келіп, Хубайб ибн Ади деген сахаба болып ұмытпасам, сол келіп айтты, Алланың елшісі, неге сонша ұзақтан кейін барып кешірдім деп айттың дейді. Бірден кешірдім деп айтпадың ғой дейді. Неге ұзақ тұрып қалдың? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады дейді, сендердің біреулерің мен айтқан тапсырманы орындайды ма деп күттім дейді. Иә, түсінікті ғой, тапсырма, иә? Күттім дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахаба айтады дейді, Хубайб, Алланың елшісі, қыш бермейсің ба көзді дейді. Көзді бір қыш берсең болды ғой дейді да, шаруасы бітті оның дейді да. Біздің көз ғой, қысыла беретін деп қойып. О пайғамбардың көзі оны. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты дейді? Пайғамбарлардың көзі қиянатқа бармайды деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көзімен жасаған жоқ, бірақ бұда да бір қайыр болды. Ең ауыр күнәні жасаған адамды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеп жіберді? Кешіріп жіберді ғой. Көрдіңіз ба? Кім істей алады? Істей аласыз ба? Сіздің дініңіз емес, қара басыңызға айтқан әңгімені соны кешіре алмай жүрік қой біз. Дініңе тиіскен жоқ әлі ешкім. Қара басыңа айтқан проблема, өзің бір деңіңді айтқан соны кешіре алмай жүр әлі. Мына жаққа салып алғанбыз. Бір кісі айтқандай, мен 8 жылдан кейін маған келіп тұр, баяғыда сен айтқаныңды білесің ба дейді. Мен қайдан білейін сен? Мен әлі ренжіп жүрмін соған дейді. Енді айтпайсың ба 8 жылдан бері өліп қалсақшы екеуміз. Кеттік қой. Сол жерде кешірім сұрадық енді ана алдында жаңа. Кешір енді сен алып тастадың ба жүрегің, енді тағы бір 8 жылдан келіп тұр ма? 16 жыл болған еді мен саған ренжіп жүргеніме деп. Міне бір-бірімізді кешіріп бағалап жүрек деп айтып жатырмын осы. Көрдіңіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кешірді, бірақ қараңыздар Құдайдың құдіретін. Жаңа Абдулла ибн Аби Сарх бар ғой, жаңа сахаба, исламды қабыл. Сол айтты дейді, қалай пайғамбарға зиян бердім, дәл солай исламға артығымен зиян бермесем, мына жаным харам деп айтады дейді. Жанымның бұлай шығып кете салу әшейін харам деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның көзіне түспеуге тырысып жүрді барынша өмірден өткенге дейін. Өмірден өткен кезде Абу Бәкірдің жанында мұртаттар бар, мына зекет бермейміз дегендер. Исламда шықты ғой. Діннен безгендер, новый пайғамбарлар шықты жаңа. Я, бізде де шығып жатыр жаңа, Түркістанда бір жерлерде пайғамбар. Сол Мусайлама Каззабы бар, жаңағы басқа сәжасы бар. 3 пайғамбар қатарынан шыққан. Тулайха ибн Хуайлид деген шыққан. Мен де пайғамбар болдым, если что деп. Бүкіл басына адамдар еді. Солардың барлығымен соғысып, солардың әскерлеріне нүкте қойды дейді бұл кісі, Абдулла ибн Аби Сарх дейді. Оларды бітіргеннен кейін Омардың заманында Мысырды ашты дейді, Амр ибн Аспен бірге дейді. Одан шығып Туниске барып, Туниске ислам дінін жеткізді дейді. Одан төмен қарай түсіп Алжирге барып, Алжирге ислам дінін жеткізді дейді. Одан төмен қарай түсіп Суданға барып, Суданға ислам дінін жеткізді дейді. Ал керек болатын болса. Суданда тұңғыш рет жер бетіндегі мешітті тұрғызды дейді Абдулла ибн Аби Сарх. Суданның халқымен келісімге түсіп, бірде-бір мұсылманға зиян тигізбейсің деп, пәленбай ғасырларға контрактіге отырып кеткен екен сахаба. Мына жерден ла иляха илlallah деген адам өтсе Суданнан, ешқайсың тиіспейсіңдер деп контрактты қойып, кәдімгідей мемлекеттің несіне өткізіп кеткен Судандағы. Және Османның заманы келген кезде, радиаллаху анху, ислам тарихындағы ең тұңғыш теңіз әскери флотын жасақтаған Абдулла ибн Аби Сарх. Жер орта теңізін білесіздер ғой мұны? Жер орта теңізі Мысырмен, Палестинамен, Түркиямен шектесетін. Ары қарай кете береді неге дейін, Испанияға дейін. Сол жер орта теңізі ол кезде қазіргі Түркия Византия империясының қолында болған. Византия, Шығыс Рим империясының.
Сол Византия империясының 800-ге жуық кемесіне 100-ге жетпейтін кемемен шығып, императорымен қосып батырып жіберген жер орта теңізіне. Тым пушкасы жоқ, дымы жоқ. Сол теңіздегі тәуекелшілігімен тұңғыш исламдағы теңіз әскери флотын жасақтап, сол Византия империясына үлкен тойтарыс беріп, сол жерде Византия империясын жеңген дейді. Абдулла ибн Аби Сарх. Қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи кешіруінің артында осындай ұлы нәрсе жатыр екен ғой. Көрдіңіз ба? Бағана Таифты да кешірді ғой, дұрыс па? Таифтың шыққан кісілерді білесіздер, біздің қазақтың даласына дейін исламды жеткізген кісілер болған, Таифтан шыққан адамдар. Міне сонда Абдулла ибн Аби Сарх, Осман ибн Аффан деген сахаба радиаллаху анху, бұл зұлымдықпен өледі бүлікшілердің арасында. Бұл бүлік деген жаман ғой ше. Бүлік бар ғой, әл-фитнату ашадду минал қатл деп Алла тағала бекер айтпайды. Бүлік бар ғой, мұсылмандардың арасындағы келіспеушілік, іріткі салу, бір-бірін күндеу, бұл адам өлтіргеннен де жаман дейді Алла тағала Құранда айтады. Көрдіңіз ба? Адам өлтіргеннен де жаман дейді. Бүлік бар ғой. Өйткені адамдарды апарып бір қазанға тастап жібергенмен бірдей болады. Бүлікшілер, 1000 бүлікші шығады ғой, біз Османға разы емеспіз деп. Ана қарасаңызшы. Ей, не керек саған? Не керек? Османның заманында садақа беретін адам таппай қалған. Құтыр, қарас, адам бар ғой, тойып құтырады ғой негізі. Тойып құтырады адам. Ана аштықтағы атамыздың сөзі күшті айтып кеткен негізі бар ғой. Немересіне өліп бара жатқан кезде, "Ей балам, мен әдемі кетіп бара жатырмын" деп айтады дейді. Әдемі, Құдай, күшті кетіп бара жатырмын мен. Біздің осы қазақтағы атамыз кеше ашаршылықта дүниеден өткен. Сонда немересі атам жынды ма, не айтып жатсың? Әдемісіне сен ата аштан өліп бара жатсың ғой деп айтады дейді. Сонда ата айтады дейді: "Ей немерем, менің аштығым Құдайға деген махаббатымды арттырып жатыр" дейді. "Бірақ сенің заманың қиын болады" дейді. "Тоқ боласыңдар" дейді. "Құдайдан алыстап кетесіңдер, бүлікке жақын боласыңдар" дейді. Көрдіңіздер ме? Тойғаннан секіріп жатыр қазір, бірақ ғой. Сол міне бүліктің арты бұл жаман. Жәннатпен сүйіншіленген, жәннатты 2 рет сатып алған сахабаны бүлікпен келіп өлтірген адамдар. 1000 бүлікші келіп, Осман радиаллаху анхуды не істеді? Отырған жерінде, Құран оқып отырған жерінде сақалының астынан көтеріп, мойнынан тіл жіберген. Бауыздап өлтірген. Осман радиаллаху анху. Жазығы бүкіл империяны құлатып, адамдарға бейбіт өмір жасап бергені ма жазығы? Көрдіңіз ба? Қандай қиын. Бүлікшілік қандай жаман. Осман өлгеннен кейін Али отырады таққа радиаллаху анху. Алидің заманында да сондай бүлікшілер қоймайды, бас көтеріп береді қайта-қайта. Сонда Алиге келіп бір кісілер шағымданы, "Дей, Али, не болып кетті мынау? Заманың быт-шыт болып кетті ғой сенің" дейді. Көрдіңіз бе? Не деген заман мынау? Сорақы быт-шыт болып кеткен. Дұрыс басқарылмайсың ғой сен дейді. Ана Омардың, Абу Бәкірдің заманы қандай еді? Адамдар күшті еді ғой дейді. Сонда Али радиаллаху анху айтады: "Ей, Омар менен Абу Бәкір мен сияқты адамдарға басшы болған" дейді. "Мен бүгін өкінішке орай сен сияқты адамдарға басшы болдым" дейді. Сөз ұқпайтын. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл заманның тыныштығы, бейбітшілігі өте үлкен нығмет бізге берілген. Міне қараңыз, Османды солай өлтіріп жатқан кезде бүлікшілер жиналып жатыр деген кезде Абдулла ибн Аби Сархқа хабар жетеді. Бүлікшілер жиналып жатыр. Османды өлтіруге деген кезде бұл Мысырдан шығып Палестина арқылы келе жатқан кезде, қазіргі Шам өлкесі Палестинаға жеткен кезде Осман бауыздап өліпті деген хабар келеді. Ал керек болатын болса. Осман радиаллаху өліпті дейді. Сонда олай болатын болса, одан кейінгі өмірде не қай болды дейді, бүлікшілердің арасындағы дейді. Палестинада отырып дұға қылады: "Ей Алла, мені намаздың ішінен шығармашы" деп айтады. Намаздың сөйтіп таң намазына имамдыққа шығады. Бірінші ракағатта Адият сүресін оқыды дейді. Екінші ракағатта не сүре оқығанын білмейміз дейді. Артында үйіп тұрған сахаба табиғиндер айтады: "Бірақ ат-тахиятта отырған кезде намаз бітпей қалды" дейді. "Біз күтіп отырдық" дейді. "Ол ат-тахиятта отыр. Сәлем береді шығар деп күтіп отырдық" дейді. "Сөйтсек оның рухы шығып кеткен екен" дейді, жанынан. Денесінен шығып кеткен екен дейді. Абдулла ибн Аби Сарх сол пайғамбардың бір кешірімінің артында осындай исламдағы ұлы істерді істеген екен. Ана қараңыздар. Міне жүректің тазалығы, адамдарды кешіру, бір-біріміздің арамыздағы мейірім мен махаббатты ояту, бұның артында үлкен істер мен шаруалар бар. Бір-бірімізді күндеу, бір-бірімізді жек көру, арамызға іріткі салып сөз тасу, бұл не дейді Алла тағала? Желдеріңді кетіп тастайды дейді Алла тағала айтады. Духыңды өшіріп тастайды, 1000 жерден духа бес болсаң. Духыңды өшіріп тастайды Алла тағала. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл бөлінушілік, бұл ауызбіршіліктен тыс әрекеттерді жасау, бұл үмметтің ең үлкен несі, үлкен дерті. Қазіргі таңдағы үлкен дерті. Міне сондықтан құрметті жамағат, бауырлар, мына жүректі тазалап, иншалла, жақсы шынайы Алланың алдына сау жүрекпен баруға Алла баршамызға нәсіп етсін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір күні мешітте отыр еді, сөйтіп сөзін бөліп жіберді: "Қазір сіздердің араларыңызға жәннаттық бір кісі кіреді" деп айтады дейді. Баршамыз білетін хадисте.
Қолында тәпішкесі бар, бір кісіге жатыр, дәрет алып келеді. Оны ешкім танымайды, намазға келіп жүрген біреу ғой. Сахаба бірақ. Сөйтіп те жайлап мешіттің шетіне келіп отыра қалады пайғамбар. Уағыз бітеді, ертеңіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дәл қазір мешітке жәннати кісі кіреді дейді. Бәрі күтіп отыр, кім? Кешегі кісі жаңа. Дәреттің суы тамшылап тұр, шлюпкасы бар қолында жайлап келе жатыр дейді. Үшінші күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы айтты дейді. Қазір сендерге мешітке жәннати бір кісі кіреді деп айтты дейді. Сол кісі ғой кешегі. Дәрет алып жайлап намазға келіп, оны былай қатардағы неде жүрген сахаба. Сонда Абдулла ибн Амр ибн Ас. Амр ибн Ас деген сахабаның баласы бар, Абдулла деген. Сол кісі жайлап жеге шығып кетеді ғой қарай, жаңа кісінің артынан. Сөйтіп барады дейді, әкеммен келіспей қалдым, шама бір 2-3 күн үй жақта бола тұрайыншы дейді да. Ойбай жүр дейді, сен сияқты сахаба, осындай ілімді адам сұрамай-ақ кіресің ғой сен үйге дейді да біздің. Сонымен үйіне апарады, құптан намазын екеуі жақсылап әңгімелеседі, чай ішеді, не қылады. Сонымен Абдулла ибн Амр ибн Ас жаңа сахаба, мә бұның қандай амалы бар екен деп күтеді ғой. Жәннати деп айтты ғой 3 күн қатарынан. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тәзкие берді сатанаға. Сонда құптанды оқып алады, не қылады, түнімен бір көзін ашып жатады ғой, тахажжуд оқиды шығар деп ше. Анау құптанды шай жаман жуады, ұйқыны переді дейді жаңа кісі. Таң намазы болған кезде тұрады дейді, Абдулла кел намаз оқып алайық таң намазын. Мешітке барып таң намазын оқып келіп, сөйтіп таң намаздан тағы келіп тамақ ішіп отыр дейді. Аузын бекітті ма деп ойлаған ғой. Ораза да жоқ дейді жаңада. Сөйтіп жақсы бүгін не қылмаған шығар дейді, кеше не қылмаған шығар, бүгін не қылатын шығар деп енді кешкісін құптаннан кейін келіп екі-үш ай тамағын ішіп тағы ұйықтайды, бір көзін ұйықтап жатыр, таңға дейін ұйқы жоқ. Абдулла ибн Ас өлігі келді, Абдулла ибн Амр ибн Ас. Тахажжуд оқи ма дейді, жоқ, сол періп жатыр дейді, ұйқын қордап қойып жатыр. Үшінші сол таңертең тұрады да аузын бекітеді шығар дейді ғой, енді бір оразасы бар ма, бір дауға намазы бар ма деген сияқты ғой. Сөйтсе жаңа кісі тағы жоқ дейді ештеңе, шайды ұрып отыр дейді тамақпен қосып. Ойбай мынау не болды? Үшінші күн тағы бір көрейін дейді ғой, соңғы күн. Үшінші күні өліп қалаздап түнімен таңға дейін күтсе, сол ұйқы дейді ғой кешегі. Мен сияқты екен де ұйықтай береді екен ше, түнімен тахажжуд оқымасын. Сонда тұрды да аузын бекіте ма деп еді, тағы жоқ жаңа, ораза жоқ, ештеңе жоқ, дұға жоқ. Шаруасын істеп кетіп барады дейді өзін. Сонда шыдай алмайды енді мына кісі бар ғой, Абдулла ибн Амр жаңа сахаба барады да, пәленше дейді, сен дейді, Алла елшісі 3 күн бойы мешітке жәннати адам кіреді деген кезде сен кіріп келдің дейді да. Мен негізі әкеммен арам жақсы дейді да. Сенің қандай бір Аллаға ұнайтын амалың бар, соны білейінші деп үйіңе қонып едім әдейі дейді. Сонда жаңа сахаба күледі, көрдің ғой дейді, дым жоқ менде дейді. Я көрдім дейді, ештеңе жоқ екен дейді, я тахажжуд жоқ, не жоқ. Менде ештеңе жоқ дейді, просто мен жатарда дейді, жүрегімнің барлығын тазалап, мені ренжіткендерді, мен ренжігендерді барлығын тазалап, күшті ұйықтаймын деп айтады дейді. Әдемі ұйықтайтын сол екен ғой жаңа кісінің. Біздің ұйықтай алмайтынымыз сол екен ғой, жүрек таза емес екен ғой. Көрдіңіз ба? Сонда жаңа сахабаның сөзінен кейін, Алла елшісі осыны айтқан екен ғой деп айтты дейді. Жүректің тазалығы, басқа ештеңе жоқ дейді. Таңертең кешке жүрегімді тазалаймын, басқа ештеңе жоқ дейді менде. Көрдіңіздер ме? Енді мен сіздер жаңа тахажжуд оқып жүргендер несін аппетитін құртып жатқан жоқпын, оқи беріңіздер. Бірақ тахажжудты оқи бер, бірақ жүрегің толып қалған боқ болатын болса, былайша қазақша айтқанда, онда қиын жағдай. Жүрек таза болатын болса, кейбір тахажжудтеріңіз қаза болып кететін болса, енді ол қаза болмайды ғой, нәпіл намаз ғой. Енді былай кетіп қалатын болса, онда иншалла сіздің жүрегіңіз қиямет күні Алланың алдында пайда береді. Яума ла янфау малу ва ла банун, ол күні ешқандай мал дүние бала шағаң пайда бермейді, илля ман аталлаха би қалбин салим. Кім Алланың алдына сау жүрекпен, тәкаппарлықтан, көре алмаушылықтан, жек көрушіліктен, күншілдіктен, кешірмеуден, осындай жүректерден сақ болатын болса, сол жүрек қана пайда береді дейді Алла Тағала. Бұл аят мен айтып жатқан нәрсе, құрметті жамағат. Алла баршамыздың жүрегімізді таза қылсын, пайғамбарлардың, сахабалардың жүректеріндей таза болсын. Бір-бірімізді кешірейік. Жақсы көретін адамдар болса, бір-біріңізді жақсы көремін деп айтыңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи сүннеті бойынша, мен сені жақсы көремін Алла үшін деп айтып қойыңыздар. Біліп жүрсін, ол да бір қуанып қалсын, машалла мен жақсы көремін біреу бар екен деп. Сол Алланың алдына сау жүрекпен барайық. Ешкімнің гарантиясы жоқ ұзақ өмір сүруге. Мен ертең бүйтіп не қыламын деген, бағана айтты ғой, қабір ертең істейін деген адамдарға толы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Ва ин қаматис саату", қиямет орнап жатса, "Ва фи яди ахадикум фасилатун", сендердің қайсы бірлеріңнің қолдарында кішкентай бір шыбық болса дейді, "Ин истата ан ягрисаха фал ягрисаха", дейді. Шамасы жетсе, сол қолындағы шыбықты егіп кетсін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Күн батыстан шығып жатыр, әлем астан кестен болып жатыр, жердің бәрі зілзала, қиямет орнап жатқан кезде дейді, кімнің қолында шыбық болатын болса, соны егіп кетсін дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Қызық.
Осыны көп адам түсіне алмағанша қалай ол дейді да, қиямет орнап жатса, ол талдың не пайдасы бар дейді да, дұрыс па? Талды неге егеміз біз өзі? Анау ертең өссін, адамдар саясында отырып сауап алайын, анан әрбір жапырағы тасбих айтады, әрбір құс келіп оны паналайды, жемісін адам жейді, садақасын алам мен деп егеміз ғой. Анау қиямет орнап жатқандағы ол өспейді да, ол егіп жатсың, әлем қирап жатыр ғой. Десе, былай екен ғой оның шарқы, түсіндірмесі. Шарықтаған адамдар не дейді? Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Әркім өзінің әр күніндегі соңғы жақсылықтарын жасап кетсін дейді. Өйткені адамның дүниеден өтуімен оның қияметі басталып кетеді дейді. Анау күннің батыстан шығуын күту шарт емес дейді. Сіздің дүниеден өтуіңізбен сіздің қияметіңіз басталып кетеді. Сол басталып кетпей тұрып, бар қолыңнан келетін жақсылықты не істеп кет дейді? Жасап кет дейді. Көрдіңіздер ме? Қолымыздан келетін бар жақсылықты жасап, жүректі тазалап, бауырларымыздың арасындағы мейірімге, ауызбіршілікке, елдің ынтымағына жұмыс жасап, осы мұсылманшылықтың дамуына үлесімізді қосып кетсек, Алланың алдында жүзіміз жарқын болып тұруды, Алладан біз соны күтеміз иншалла. Тыңдағандарымызға Алла амал қылуды нәсіп етсін, амалдарымызда ықыласты болуды, баршамыздың амалдарымызды Алла Тағала қабыл етсін.